Осыдан бір ғасыр ғана бұрын бұл жер иен дала болатын. Ал бүгінгі таңда Қазақстан астанасының әсем келбетін әлемнің ең көрікті елдерімен оп-оңай шатастырып алуға болады. Астана құрылыс өнерінің аңызына айналды. Елорданың айшықтары ай санап артып, күн санап көбейіп келеді. Ерке есілдің екі жағасын көмкерген құрылыс қарқыны бір сәтке де бәсеңдеген емес. Елбасының төл баласы деген теңеуге лайық Астана кеңге қанат жайып келе жатқан үлкен мегаполис. Ғасырлар бойы тәуелсіздікті, егемендікті аңсаған қазақ халқының ұмтылыстары орындалған арман қала. Тәуелсіз Қазақстанның тарихы жаңа Астананың тарихы сияқты ата-бабаларымыздың армандарын және жаңа ел іргесінің мықтыда біртұтас мемлекет етіп қалануын жүзеге асырған тұлға Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен әрқашанда тікелей байланысты болары айқын. Еуразия құрлығының жүрегінде орналасып, шығыс пен батысты байланыстырған ұлы дала өткен тарихының дәлелдемесін үнсіз сақтауда. Біздің эрамызға дейінгі 1-ші ғасырда Геродоттың өзі ұлы дала жайлы кейіннен Ұлы Жібек жолы болып аталып кеткен керуен жол туралы жазғаны белгілі. Ол Қазақстан жері арқылы өтіп, солтүстік бөлігі Сарыарқа даласынан әрі қарай созылып жатты. Археолог мамандарының 1 миллион жыл бұрын бұл жерде адамзат өмір сүре бастаған деген деректеріне зерттелген көне батпақ қонысы дәлел болып отыр. Қазақстанның барлық аумақтарынан, тіпті Астананың төңірегінен де 2,5 мың жылдық патша молалары, сақ қорғандары табылды. Біздің эрамызға дейінгі 8-ші ғасырда түркі қағанаты кезінде өмір сүрген көне түркі халқы да дәл осы жерде Бозық атты қаланы қоныстанған екен. Қазақстан әлемдегі ең бір байлығы жағынан, жерді көлемі жағынан бай мемлекеттердің бірі. Оның негізгі себебі көне заманнан бастап жалпы қазақ, мынау көне түркілердің, одан кейінгі алтын орда қыпшақтарының, сақ үйсіндердің, қаңлы найманның кәдімгі жалғас болып табылады. Қазақ хандығын құрған бір жағынан Орыс хан дейміз. Оның балалары Жәнібек пен Керей 1460 жылдар осы қазақ мемлекетін құрып, және ең қызығы мына Шу мен Балқаштың арасында құрылған кішкентай мемлекет 1460 жылдары. Таңғаласыз, 50 жылдан кейін Ақназар кезінде бір жағынан жайықталса, екінші жағынан Сібірді қолына ұстай бастайды. Ал Ташкент сөзі жоқ, қазақтың бір негізі қалаларының бірі болатын. Содан кейінгі Ақназардан кейін Жәңгір, Тәуекел, Тәуке, көптеген қазақтың хандары, батырлары, жаулары осы елді аман алып қалу үшін көп еңбек етті. 18-19 ғасырда орыс пен қазақ кездескенде, орыс империясы мен қазақ мемлекеті кездескен кезде жаңағы біздің халықтың әрине алдында мұздай қаруланған орыс әскер тұрды. Сондықтан сол кезде қазақ орысқа бағынды, әрине сөз жоқ. Орыс империясына бодан болды, бірақ сонымен қоса өзінің тарихи зердесін ұмытқан емес. 19 ғасырда Ресей империясына қазақ жерінің қосылуы, өзіміз жеке мемлекет боламыз деген арманды толығымен жойды десек те болады. Сөйтіп қазақ автономиясының бас қаласы Мәскеуге жақын болуы керек деген желеумен, сол кезде қазақтың қаласы болған Орынбор, Астана деп шешім қабылданды. Осылайша 1920 жылы Орынборда губерния құқымен Қырғыз АССР құрылды. Бұдан кейінгі 5 жылдықта қазақ зиялылары автономия атауын өзгерту және Астананы қазақ халқы үшін тарихи маңызы жоғары қалаға көшіру мәселесімен айналысты. Нәтижесінде 1925 жылы Сталиннің келісімімен және жергілікті орталық комитеттің шешімімен Қырғыз АССР, қазақ АССР болып өзгертілді. Ал Астана ретінде Ақмешіт қаласы бекітілді. Кейін бұл атау Қызылорда болды.
Бірақ бар жоғы 4 жылдан соң бас қала тағы да басқа жаққа қоныс аударып, Верный қаласына көшірілді. Бұл атаудың да уақыт өте Алматы болып өзгертілгені тарихтан мәлім. Елордасын Алматыға көшірудің басты себептерінің тағы бірі Түрксіб Транссібірлік темір жолы. Алматы өзінің қазіргі сипатын соңғы жарты ғасырда иемденген. Яғни, тәжірибеге сүйенсек 20 ғасырдың 30 жылдарында қабылданған қаланың бас жобасы оның дамуына зор әсер етті. Дегенмен осы ғасыр соңында тағы бір сын сағаты туды. Одақтың ыдырап империяның күйреуі Еуразия халқын абдыратты. Кеңес үкіметінің бұрынғы 300 миллионға жуық азаматы экономикалық құлдырау, жүйелік құндылықтың құрдымға кетуін бастан кешіріп, осы тығырықтан шығар жол таппай қиналды. Ұлы мемлекеттің кемеңгер қайраткері болу үшін тарихтың ағымын түсіну керек. Ал тарих процесі дегеніміз бір қалыпты емес, ол әрқашан өзгерісте жүреді. Кейде бұл жолда қаншама қиындықтарда кездеседі. Оны басып өтпей мешеңе жете алмайсың. Дәл осы сәттерде көшбасшылар тарих алаңына шығады. Олар кездесетін қиындықтарға қарамастан алдына қойған мақсаттарына жетеді. Дәлірек айтсақ, тұлға тарихтың жаратылысы. Алайда тарихты әрі қарай жазатын сол тұлға. жылы Алматы облысы Қаскелең ауданының Шамалған ауылындағы қарапайым шаруа Назарбаевтар отбасында ұл бала дүниеге келді. Отағасы Әбіш пен анасы Әлжан нәрестеге Нұрсұлтан деп ат қойды. Болашақ президентті әжесі тәрбиеледі. Көпті көрген күйеу ананың даналығы, туған жерге деген құрмет қошеметі, адамдармен көркем қарым-қатынасы балаға дарыды. Міне, өмірлік тәжірибесі оның мінезі мен ерік жігерін ұштады, есейтті. Ал Қарағанды металлургия комбинаты оның үлкен өмірге қадам басуына жол ашты. Домна пешінің ыстығына төзіп, 17 жыл бойы қажымай еткен еңбегінің арқасында партия комитетінің хатшысы қызметіне дейін көтерілді. Ол кісі Қазақстанның өнеркәсіп хатшысы болған бірінші қазақ. Бұрын ылғи бізде өнеркәсіп саласын басқа ұлттың өкілдері жүргізетін. Сол кісі Нұрсұлтан Әбішұлы 79 жылы өнеркәсіп саласын басқарған қазақ болды. Ал металлургия комбинатының парткомының хатшысы болды кезінде. Ол жағынан да бірінші қазақ болды. Сол сондай әсерлер ол кісінің дүние танымына, өзінің бұлай ұлттық жаны, рухына әсер етпей қалуы мүмкін емес. Жас, бірақ тәжірибелі жетекші 43 жасында Қазақ ССР үкіметінің төрағасы қызметіне көтерілді. Міне осы кезден бастап Кеңес одағындағы саяси кеңістікке жол ашылды. Михаил Горбачевтың жергілікті өзін-өзі басқару және өндіріске нарықтық қарым-қатынасты енгізу туралы ойлары Қазақстанның болашақ президентінің қатты толғандырды. Бірақ ұлтының болашағына алаңдаған тұлға өзінің келешегін қатерге тіге отырып, экономикалық реформаны қолға алды. Құндылығын әлде қашан жоғалтып, әбден ескірген жүйе мен табанды күрес нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев 1989 жылы Қазақстанды басқару мәртебесіне ие болды. Міне экономикасы шатқаяқтап, болашағы бұлыңғыр бола бастаған елге көшбасшы керек екен болашақ президент ерте түсінген. Өйткені жоқшылықта уақытылы жалақы ала алмай, инфляцияның құрығына ілінген жұмысшылар, дәрігерлер мен мұғалімдер ереуілге шыға бастаған кезі болатын. Я Назарбаев, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Как вы знаете, что я в этой должности работаю всего 20 дней. Я сейчас не хочу вам пространно ничего говорить и ничего не обещать, потому что областной стачечный комитет, вами избранный, работает, отработает сейчас все вопросы, и я с ними сяду вместе с областными руководителями. Здесь два заместителя председателя правительства Казахстана. Рассмотрим все вопросы, а потом выйдем и вам скажем. Огромная республика Казахстан с его ресурсами, с такой развитой тяжелой промышленностью, союзные предприятия, министерства, ведомства отчисляли в бюджет республики 1% от прибылей,
а все остальное вешают на местную власть, как хотите решайте, не имея денег. Так нельзя. Надо все говорить до конца. В каком положении страна, вы знаете. Перестройка, которая идет, и ее, так сказать, решение, демократизация, гласность, вот она, благодаря чему вы здесь находитесь, выражая свою волю. Могу откровенно сказать, что многие требования и ваши вопросы справедливые. Если вы внимательно читали, слушали мое выступление на первом съезде народных депутатов, и мое мнение по всем этим вопросам, вы знаете, что большинство из них справедливое, я их лично поддерживаю. мың 1991 жылы еліміз тәуелсіздік алған бойда Қазақстан тарихы жаңа бағытқа бет бұрып, оның алғашқы тарауын тұңғыш президент бастады. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды сақтап, бір тудың астына біріктіру аманатын арқалады. Дәл осындай аумалы төкпелі кезеңде тәуекелге барып, ел тағдырын шешу кез келген адамның қолынан келмесі анық. Алайда президент тығырықтан шығудың оңай жолына ұрынбады. Ел алдында таңдау тұрған сәттерде барлық жауапкершілікті өз мойнына алып, алғаш рет тың дүниелерді құрды. Мемлекет рәміздерін анықтау, ұлттық валюта шығару, шетелмен дипломатиялық қарым-қатынас орнату және мемлекеттік шекараны бекіту, қаржылық, экономикалық реформаларды тыңнан бастау. Қазақстанның болашақ даму жолын іздеу барысында ол тәуекелге ешкімнің жүрегі дуаламайтын батыл қадамдарға барды. 1994 жылы ел астанасы Алматыны Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылданады. Алайда кейбір халық қалаулылары бастапқыда президенттің бұл ұсынысын аса құптай қойған жоқ. Өйткені ешкім жылда әсем қала Алматыдан арқаның алтай қысы әбден титықтататын Ақмола жеріне қоныс аударуға құлықсыз еді. Депутаттардың бір 23-25 адам қарсы болды. Ол енді ол кезде ана депутаттардың жалпы саны 177 депутат. Ол енді мәселе шеше алмайды, бірақ негізгі мәселе ол дауыс беруде ғана емес. Мәселе сана мен көңілде. Кейбіреулері дауыс берсе де, ол қашан болады? Ол қайда? Көшіп болғанша о жаққа. Ол жерге барғанда ол оңай нәрсе емес қой. Өкімет қайда отырады, президент қайда отырады, парламент қайда отырады, барған жұрт не істейді, қайда істейді деген сияқты күмәнді сұрақтар болғаны заңды болды ол. Республикамыздың жағрафиялық жағынан орталық бөлігіне жақын орналастыру мақсатында Астананы солтүстік беткейге көшіру Нұрсұлтан Назарбаевтың ең маңызды стратегиялық шешімдерінің бірі болды. Құрметті ағайын, мұндай күрделі мәселелерді баяғыда өткен бабаларымызда шешкен, тарихқа үңіліп қарайтын болсақ, ел аузында қалған ұлы бабамыз Асан Қайғы 13 ғасырдың ортасында желмаяға мініп Алтын Орданың астанасын іздеген екен. Білетін боларсыздар. Алтын Орда Еділ бойында сарайшықта тұрған көрінеді ол кезде. Желмаяға мініп 3 жылдың ішінде Ертіс пен Еділдің арасын, Сырдария мен Есімнің арасын аралап, Ордаға келгенде неге көшіруіміз керек бұл астананы деген сөзіне жауап бере алмай, Әз Жәнібек астананы болатын жерді тап дегеннен кейін іздеп келдім деп жауабын берген екен. Ертістің бойы өте керемет деп айтқан көрінеді. Елдің малы көктемгі масадай боп өседі екен. Елге жайлы, су көп, жері шүйгін. Бірақ та ол кездегі тарихты еске түсіресіңіз болса, жау жақын деп қабылдамаған екен. Есімнің бойына келгенде де жайылып жүрген мал, қой, аюдың үстіндегі торғайдай болады екен. Жері шүйгін, даласы жазық, бірақ та жаугершілік кезде ел паналайтын тау жоқ, орман жоқ. Сондықтан оған да тоқтамаған екен. Сыр бойының кереметтігін айта келіп, баяғы Ескендер Зұлқарнайындан бастап соғыс басталған жер, соғысқан жер деп оған да тоқтамаған екен. Мінекей тапқан жоқсың Астананы, енді маған не қыл дейсің? Алтын сарайдан басқа жер жоқ дегеннен кейін айтқан екен. Баяғы өзіңнің бабаң жошының жатқан жері Ұлытауға барып қою керек Астананы деген екен. Оны да қарап шықтық. Ол кездегі
жағдаймен қазіргі кездегі жағдай басқа. Ұлытауға бүгін не темір жол жоқ, не көл көсір болып ағып жатқан баяғы Қаракеңгір, Көккеңгір судың өзендері де жоқ, өздеріңіз білесіздер. Не ұшақтың қонатын жері жоқ. Әрине, ата-бабаның ең Қазақстанның орталығы деп соны қабылдауға болар еді. Сондықтан бізде ойландық, толғандық. Енді ағайын сіздер түсінбесеңіздер кім түсінеді? Кейде керісуге де болады, ұрысуға да болады. Мен үлкен болғаннан кейін інілерімді кешіруіме де болады. Менің де қателіктерімді кешіруге болады. Дегенмен заманның, елдің, халықтың болашағын ойлайтын күрделі кезеңге келгенде ата-бабамыздың әруақты бізді бірлікке шақырған болады. Жай ғана емес, осыдан бері ойлай, есіңізде болса, бір жылдан бері қарай осыны әңгіме қылып келе жатырмыз. Жай туған мәселеміз, бүгін туған мәселеміз. Дегенде егеменді тәуелсіз еліміздің болашағы не болады деген ойдан, толғаудан шыққан мәселе. Сөйтіп 1997 жылдың 20 қазанында Ақмола қаласы Қазақстан Республикасының астанасы туралы жарлық шықты. Осы құжатқа сәйкес Ақмола 1997 жылдың 10 желтоқсанынан бастап Астана болды. 8 қараша күні Ақмолада жаңа Астанаға мемлекеттік рәміздерді көшіру салтанатты түрде өтті. Сонымен қатар осы кезде президент әкімшілігінің, үкімет, жетекші министрліктердің және ведомстволардың ең алғашқы бір топ қызметкерлері ат басын тіреді. Оның артынан бір айдың ішінде басқа шенеуніктер де көшіп келе бастады. 10 желтоқсанда президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жаңа орнында қызметіне кірісті. Были большие неудобства по размещению. Министрліктер мен ведомство қызметкерлерін қоныстандыру қиынға соқты. Әуелі олардың дені есіл қонақ үйіне орналастырылды. Қыста жағдай тіпті қиын еді. Бөлме ішіндегі температура плюс 5-тен аспайтын. Коммуникациялық жүйе тозған, салдарынан жылу, ыстық су, суық су жиі болмай қалатын. Бірақ осында қоныс аударғандарды бұл мұқалтқан жоқ. Көбі кезінде тың игерген секілді қызметке құлшыныспен кірісті. Бастабында көбінің осы бір қолайсыздыққа іштей наразылығы болғаны рас. Бірақ кейін ахуал өзгерді. Шенеуніктер, депутаттар тың идеяларды жүзеге асыруға жаңа серпіліспен келді. Осуществить идею нашего президента. Жаңа Астананың атауын да елбасы ойлап тапқан болатын. Ақмола сөзі орыс тілінде әдемі айтылса да, қазақ тілінде Ақмола, Мазар, Қабір деген сөздермен ұйқасып жағымсыз естілетін. Сөйтіп 1998 жылы 6 мамырда президент жарлығымен және үкімет жанындағы мемлекеттік ономастикалық комиссия шешімімен Ақмола қаласы Астана болып өзгертілді. Типовой провинциальный областной центр со своими всеми. Шағын ғана облыс орталығы, кеңес үкіметінен қалған көне ғимараттар. Ал қазір жағдай мүлдем басқа. Қала сол бір жұпыны кейпін өзгертіп, жаңа заманауи келбетке ие болған. Осы қаланың тумасы жергілікті тұрғын ретінде көз алдында болған өзгерістер бір таңғажайып ертегіспетті. Қазір қала көшелерінен өткен кезде азғана уақыт ішінде осынша көркейіп кеткеніне шынымен таңғаламын. Сенудің өзі қиын. Этот город это совсем другой город. Сонымен есілдің жағасына қала салдық. Қала болғанда да сәулеті ерекше елорда бой түзеді. Әлемге танылған сәулет өнерінің саңлақтары қайтсек қазақ астанасының құрылысына қатыса аламыз деп өз жобаларын таласа ұсынды. Арысы Австралия, жақыны Жапония бастаған. Бас аяғы 50 елдің ең үздік сәулетші елорданың бас жоспарын түзу туралы ойларын ортаға салды. Нәтижесінде 27 ел архитекторларының үздік еңбектері таңдап алынды. Шаһардың бас жоспары жаһанды шын шеберлігімен мойындатқан Жапонның танымал теоретигі Кисе Куракаваға сеніп тапсырылды. Астананы Ақмолаға көшірді ұйғарған кемеңгер басшысымыз қазақы сәулеттің қазығында өз қолымен қақты. Алдымен Астанаға қазақтың ауыз әдебиетіндегі бір мұрасы бәйтеректі шаншып, соғаны ат байлады. Ізінше сол бәйтерек жеміс беріп, іргеде азатты қалған қазақтың алтын ғасырының алғашқы белгісіндей болып, сәні асып, салтанаты тасыған ақ ордасы бой көтерді. Мұнда да бабадан қалған бай мұра құрылыс өнерінің қазіргі мүмкіндіктерімен қатар өрілді. Олай дейтініміз,
Ақ Орданы айналдыра салынған министрліктер үйі сол орданың 20 қанатты керегесіндей кербелдене керіліп тұр. Продолжая тему, обозначенной Кесию Куракавы по симбиозу города с окружающей средой, мы... Кесе Куракаваның бастап берген жобасын біз үздіксіз өте үйлесімді жалғастыра білдік. Қаланың айналасын көріктендіру үшін табиғи орманды жалғастырып, түрлі ағаш ектік. Қазір қала айналасындағы жасыл белдеу 1000 гектарға жетті. Жалпы Астана аумағы 73 000 гектарды алып жатыр. Бүгінгі күнге дейін оның 38 000 гектары игерілген. Әлі талай саябақ, таңғажайып желектер пайда болады. Қаланың ескі бөлігі өз алдына бір төбе, ал есілдің сол жағалауы туралы әңгіме бөлек. Бұл әкімшілік орталық, батыстан шығысқа қарай орналасқан жаңа қала гольф клубынан бастап 11 ғасырда болған көне Бозоқ қаласының қазба жұмыстары жүргізіліп жатқан жерге дейін созылып жатыр. Сондай-ақ жаңа әкімшілік орталық Есіл, Алматы және Сарыарқа сияқты 3 ауданға бөлінген. 7 лучей направлений, которые выходят из города. Керемет ғимараттардың кескінін жасауға атақты британдық сәулетші Норман Фостер мен итальяндық Манфреди Николеттидің де қосқан үлесі зор. Атап айтар болсақ, Астананы салуға еліміздің 71 қаласы, 432 құрылыс компаниясы мен 135 зауыт атсалысты. Жыл сайын 60-тан 100-ге дейін жаңа нысан пайдаға беріліп отырды. Қазақстан облыстарының арасында құрылыс қарқыны жағынан Астананың шоқтығы биік. 1997 жылы Астана 19 миллиард теңге инвестиция тартса, 2012 жылы бұл көрсеткіш 617,5 миллиард теңгеге жетті. Өмір сүру деңгейі де айтарлықтай өсті. Соңғы 10 жылда жан басына шаққандағы кіріс көлемі 10.130-дан 97.289 теңгеге көтерілді. Сәйкесінше бір айлық орташа жалақы көлемі де 9.874 теңгеден 148.287 теңгеге дейін өсті. Елбасының бастамасымен арнайы экономикалық аймақ құрылды. Оның аумағында инновация бойынша орталық Азияда суырылып алға шыққан индустриалды парк қызмет етеді. Бүгінгі таңда аталмыш аймақта 46 инновациялық жобаның 11-і белсенді жұмыс істеп тұр. Атап айтар болсақ, General Electric локомотив және жолаушылар вагонын құрастыратын Тальго зауыты, электровоз шығаратын Alstom және тікұшақ өндіретін Еврокоптер Қазақстан инженеринг кәсіпорны жемісті жұмыс жасап келеді. Жалпы алғанда арнайы экономикалық аймаққа 2 триллионнан астам теңге инвестиция тартылған. Астана — это не просто объект строительства или объект перемещения населения из какого-то одного объекта, одного региона в другой. Астананы тек құрылыс алаңы немесе өзге аймақтардан келіп қоныс тебетін мекен ретінде қарастыруға болмайды. Негізінде бұл үлкен экономикалық жоба. Қазақстан экономикасының өрлеуі 98-99 жылдары Астананың осы жаққа көшуінен бастау алып жатыр. Бұл ұлы көш елді жандандырды, адамдар өзгеріп, белсенді бола бастады. Әркім өзінің жағдайын жақсарту үшін елордаға ағылып, тың жоспарларын іске асырды. Оның үстіне Астанаға жан-жақтан инвестиция құйылып, түрлі жобалардың жүзеге асырылуы ел экономикасын жақсартты. Города намного выше по культуре, по развитию, по благоустройству. Мына осы Астана көшкелі бері жұмыссыздық кеми бастады. Өйткені барлық жерге жұмыссыз күші керек. Астанаға қарап, басқа қалалар бой түзей бастады. Барлығы таласып, тармасып, қазір қараңыз, барлық облыстың орталықтары барлығы керемет бірінен бірі асып түсіп, ғимараттар салып жатыр. Сондай мүмкіндік. Яғни ол ғимарат салып жатқан кім? Адамдар. Адамдарға салдырып отырған адамның санасы өсіп тұр. Бұрынғыдай бір әлгі анау тоқалтам салып қоятын сан емес, кәдімгі дүниежүзілік стандартқа келетін. Дүниежүзінің қай елінен келсе де, Европадан келе ме, Америкадан келе ме, шығыстан келе ме, батыстан келе ме, қандай адам көрсе де, мынау дүниежүзілік стандарт қой деп айтатындай үйлер салынып жатыр. Сол әрине жаңағы Астананың жай ғана ерекшелігі емес, оның мазмұны.
Құрылыстың жеделдетілген қарқыны және бүкіл халықтық қолдау 15 жыл ішінде Сарыарқада қайталанбас келбет пен өзіндік нақышымен заманауи жаңғырған қаланы салуға мүмкіндік берді. Қаланың сәулеттік тұғырнамасында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еуразиялық келбет беру идеясы ескерілді. Аз да болса, азығы мол осы жылдар ішінде Астана бедел мен қуаты асқан жасампаз қалаға айналды. Нұрсұлтан Назарбаев өз өміріндегі басты жобаны біртіндеп жүзеге асырып келеді. Әрине, біткен іске сыншы көп. Қалай дегенмен де президент жетістігі тәуелсіз Қазақстанның сарқылмас мұрасы, ұрпақ мақтанышы. Тарих куә. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қай шешімі болмасын, түбінде алысты болжайтын көрегендік жатыр. Бүгінгі міне бүтін ұрпақтың бағы болған Астана соның бір емес бірегейі. Әрине, қазір бұл туралы марқайып та, қасқайып та тұрып айтыламыз, ал егемендіктің ең алғашқы жылдары не болды? Көңілі алаң, кеудесі күпті қоғам болды. Елдің бүтіндігі мен жердің бірлігі таразға салған қоғам болды. Ең бастысы ұлт ретінде жер бетінен жойылып кетуге аз уақыт қалған ақтабан халықтың Қаратаудың басында көш келеді деп зарлағаны да, Баба Бұқардың жер тіреніп, еділді келіп алғаны, етекке қолды салғаны, жайықты келіп алғаны, жағаға қолды салғаны деп жырлағаны да барша қазақтың жадында. Ал енді сол қиын-қыстау кезеңде елбасымыз Астананы Алатаудан Арқаға көшірмегенде, шын мәнінде бүгін еділді емес, есілді жоқтап қалар еді. Өз кезегінде бұл туған елімнің 1000 жылдық арманын ақиқатқа айналдырсам деген елбасының үлкен тарихи жеңісі деп есептеймін. Есіл бойында ерекше қалпымен елең еткізген еңсесі биік Ару шаһарды бүгінгі таңда әлем тануда. Жаңа қала жаңа мүмкіндіктер ашады. Өнер екінші рет қайталанбайтындығымен құнды. Соның ішінде сәулет өнері сұлу болуға тиіс. Арқадағы елордаға жазықтық, кеңістік және геометриялық өлшемдік философия тән. Күн сайын жасанып, өз алдымызда құлпырып келе жатқан жас елорда жасампаздықтың символы. Қазақстан халқының шығармашылығы мен ілгерілеуінің жемісі. Астана деген еліміздің елордасы болды. Бұл қазақтың мақтанышы деп айтуға болады. Себебі өткен заманда, қазіргі заманда ел болып, қазақ болып, ел ордасын таңдаған уақыт тұңғыш осы кез болды. Сарыарқаның дәл ортасында, Қазақстанның жерінің орта белінде салынған Есілдің жағасындағы қала қазақтың, қазақстандықтардың үлкен қуанышы болып саналады. Бұл жаңарған еліміздің белгісі, жаңарған еліміздің қандай болатынының белгісі, болашақтың белгісі болып саналады. Сондықтан болашақтағы Астанамыз тек қана қазақстандықтар емес, бүкіл дүние үшін таңғаларлық қала болады деп есептеймін. Бұл жерде ең жоғарғы дәрежелі ғылым менен білім болады. Бұл жерде ең жоғарғы дәрежелі денсаулық сақтау жүйесі болады. Ден сақтау спорт жүйесі және халыққа қызмет ететін мекемелердің жоғары деңгейі, халықтың тұрмыс жағдайының ыңғайлы болуы, осының барлығы болашақтың қаласы ретінде өседі деп санаймын. Астана менен Алматының арасында жаңадан жол салынады. Төңіректегі басқа қалалардың бәріне, Павлодарға болсын, солтүстікке болсын, батыс жаққа болсын, қазір жол дәліздері, автокөлік жол дәліздері, темір жолдар салынып жатыр. Астана бүкіл Қазақстанның ортасында болғаннан кейін барлығымен байланысты болады. 9 жолдың торабында тұрған Астанамыз барлық көршілерімізбен қарым-қатынасуға өте ыңғайлы қала. Ең алдыменен бұл Қазақстанның елордасы, Қазақстанның ортасы, Қазақстанның астанасы. Сондықтан біз өз елімізді де,
өз бас шаһарымызды да сыйлап құрметтеп, өсіп осы қаланың болашағын, отанымыздың болашағымен бірдей көреміз. Елорда 15 жылда елдіктің ең биік шыңы ретінде қалыптасып, әлемді еріксіз мойындатты. Көптің күдігін сейілтіп, экономикалық дағдарыстан сүрінбей өткен Қазақстанның жаңа астанасы сөз жоқ. Тұңғыш президент реформасы жетістігінің нышанына айналды.